Әншейінде қаншалық қиян кескі араз боп жүрсе де, торқалы той топырақты өлім дегенге келгенде араздық ұмытыла тұратын. Әсіресе бөжейдей кісінің өлімінде жыласпаған, қойыспаған ағайын болу мүмкін емес. Құнанбай да, Зере Ұлжан да осы сәскеге дейін хабаршы келмеген түсіне алмай аса дағдырған еді. Жаназаға деп саба, сойыс, үй қамдап, өз жолмен барудың жайында шолақ-шолақ сөйлескен болатын. Бірақ кешке шейін тосса да хабаршы келмеді. Сұмдық көрінсе де көнбестеріне шара жоқ. Бөжейдің өліміне Құнанбайды шақырмапты, әдейі алалап тастапты. Бұл да бөжейдің өлердегі өсиетіне немесе артына ие боп отырған байдалы, байсал түсіптердің мінезінен. Қайсы болса да осал соққы емес. Кеудесіне араздықтың қаны қатқан ағайын енді міне өлім екеш өліммен де оқ атып кеткендей. Аталас жақын олжай іші былай тұрсын, тіпті қалың тобықты ішінде алыс аталардың арасында да дәл мынадай алалау кеудеге түрту болған емес. Құнанбай қатты қиналып, ақыры ызаға кетті. Кешпес қатал ызаға кетті. Өліге шара жоқ. Әсіресе исі тобықтыдан бері істелмеген қатыбас жат сұмдықты шығарып отырған байдалы байсалдарға кінәсі көп. Бірақ сонымен қатар енді бүгінге шейін келген әзірлік, жаулыққа, жұлысуға беттеген әзірлік өзгеретін, іркілетін болды. Оны Құнанбай анық түйді. Сондықтан Бақанастағы ауылдардың басшы кісілеріне және Ұлжан үйіне жай шаруаларыңды бағып, тек тыныш тұра беріңдер, деді де өзі Жұмабайды ертіп, Байқошқар суының басына кеп қонған Күнкенің ауылына кетті. Майдан болғалы тұрған ауылдардың үстінде енді майдан болмайды деген сөз. Аласапран болар, әлек алқын жазы болар деген бұл жаз енді тіпті басқаша болатын тәрізденді. Қандай болар? Онысы анық мәлім емес. Бірақ қалайда мынандай өлім үстінде ат мініп, аспап асынып, жоқсу жоқ болатын шығар. Жаназаға, бөжейдің жаназасына шақырылмаған Зере, Ұлжандар өлерде күйіп, өзгеше шерлі болып қалған еді. Бірақ істер шара жоқ. Кінәсіз екі мейірбан, жазықсыз екі жан бөжейге деген көз жастарын үйлерінде отырып төкті. Бөжейге арналған құрандарын тие берсін өз үйлерінде, өз балаларына, Абай мен Ғабитхандарға оқытты. Шелпектерін пісіртіп, дастархандарын жайғызып, бір жеті бойында өз үйлерінде аза қылып отырысты. Бұл күндерде Қаршығалыдай кен қонысқа жайыла қонған Жігітек, Бөкенші, Көтібақ ауылының сансыз көп ауылдарының үсті қалың нөпір қара нор еді. Ол өлкеге бөжейді жоқтап, ертеңді кеш, күндіз түні бауырымдап аңыраған, аңдыздап ат қойып, ағылып кеп, төгіліп түсіп, жыласып жатқан әйел еркек, жас кәрінің ұшы-қиыры жоқ. Алыс жақындағы бөжейдің бастас, тілеулес ағайындар бөлек-бөлек, үлкен-үлкен үйлері мен сойыстарын, сабаларын, күтуші еркек әйелдерін түгел алып келіскен. Өлімді күтудің ерекше бір көптен бері болмаған салтанаты туып еді. Алыс жайлауға Құнанбай ауылдар кеткен өріске бұл өлкенің елі жете алмай қалды. Ең болмаса бөжейдің жетісіне шейін, немесе тіпті қырқына шейін жыласатын ағайынды бата оқырды осы кен қоныс шалқарда тоспақ болды. Бөжей өлген күннің ертеңінде байсал, байдалы, түсіп, сүйіндік болып ертемен байланысқан байлау осы еді. Сол жаңағы адамдарға бейім ауыл аймақтар тегіс, бірақ күн ішінде осы Қаршығалыға кеп, бөжейдің ауылдарын айнала қоршап ортаға алып қонысқанды. Бөжей ұзақ ауырған жоқ, жиыны бірақ жұма ауырды. Бірақ қатты жығылған бетінен бері қарай алмады. Алғаш төсек тартып жатысымен-ақ денесін жер тарта бергендей болды да бетін суыққа салды. Науқасының үшінші күнде тыныштық тағат таба алмай, тынысы бітіп, жанталасып өне бойы оттай күйіп жатты. Өлімді көп көрген байсал бөжейдің тамырын ұстап, үнсіз ауыр күдіктің үстінде отыр еді. Қастарында байдалы, түсіп, сүйіндіктер бар болатын. Аз ғана достарынан басқа бөтен жан жоқ. Бөжейге осы сәтте айтып қалғысы келді ме, әйтеуір бір орайда байсал отырып, науқасы соқпа ғой,
Соқпаның осындай қатқыл келетіні болушы еді, со ғой. Бір тер шықса, қалың тер шықса айғар еді. Буып тұрған тер ғой, дегенде бөжей қабағын түйіп, тістеніп, бар қайратын жинап болғандай болды. Қаны қашқан сұрғылт жүдеу жүзіне көкшіл таңбадай ашу келді. Әр сөзін бөліп, бірде қатты, бірде сабырмен айтып, қылғынып, демігіп отырып, соқпа, сырттың соқпасы ма, ішті жеген жегінің соқпасы ма, әйтеуір келді ғой толайым. Құнанбайдың жері кеңір. Мен көшермін бұл дүниеден, кетермін, бөгет болмай кетермін, бірақ күндерің не болар деді. Мына отырған 4 досының ішінде сыр беріп жылаған жалғыз Сүйіндік, анау үшеуі де үн қатқан жоқ. Тастай түйіліп сазарысты да жым-жырт қалды. Бөжейдің арыздасқаны да, тіл қатып сөйлескені де сол. Осыдан кейін бір жанға бір ауыз сөз айтқан жоқ. Арада тағы 4 күн өткен соң қайтыс болған. Құнанбайға хабар бергізбеген Байдалы мен Байсал. Ел жатар кезде бөжейдің тынысы бітті де, түн ортасына дейін естерінен айрылғандай болып, барлық қатын-қалаш, бала-шағамен бірге жаңағы үлкендер де өкіріп, өксіп жыласып отырды. Байсал бір рет қалың жиын жылап кеп, жағалай көріскен кезде түрегеліп тұрған қалпынан тәлтіректеп, жығылып та кетті. Сүйеніп тұрған таяқ та тіреу болмады. Талып кеткен уақыты еді. Осыны көрген соң Байдалы Түсіп пен Сүйіндікті ертіп Байсалды жиыннан жылаған шудан оңаша алып шығып, оқшау барып отырып, жылағанмен жақсы бөжей қайтама, тірілер болса күңіренген дүние, төгілген жас аз ба, әнекей, деді. Түн аспанын қақ жара шулап, боздап, зарлап жатқан қыз қатын ер азамат жаққа қолын ұсқады. Жалын атып, аһ ұрып күрсініп алып, есті жи Байсал, белді бекен бұ түге, деп өзгелерге де әмір бұйрық сияқты сөз тастап, ақыл қосыңдар одан да, хабаршы жөнелтейік, қамға кірісейік деді. Қалған жай бәріне де мәлім еді. Бұл үлкендер осы түнде 40-50-дей жігіт желеңді және бірер ақылшы кәріні қастарына алып, өліктің артына күтетін қамға кірісті. Хабарды кімге беріп, кімге бермеуді Байдалы өз атаған. Сол ретте Құнанбай ауылдарын қатарынан әдейі шығарып тастағанды. 30-40 кісідей шапқыншы түн ортасы ауа бергенде қос-қос атпен әзір болды. Жарауат айғырды мініп, қалың тобықтымен көршілес Керейдің, Матайдың, сонау тіпті Қарқаралы жағындағы Шор мен Бошанның басты жерлеріне де жат, суық хабарды алып, шашырай шауып жөнелгенді. Түні бойы ұйықтамаған Байдалылар күн шыға бергенде бөжейдің өз үйінің жанына, осы өлкедегі ең үлкен үй, Сүйіндіктің 8 қанат әппақ үйін әкеліп тіккізген. Үй тігіліп болысымен, ішіне бөтен, жасау жабдық кіргізбей, тек есіктен төрге дейін кілем ғана жайғызды. Оң жаққа үлкен сүйек төсек кіргізді. Үстін көмкерумен, қара кілеммен тегістеп болып, сол төсекке бөжейдің сүйегін әкеп салғызды. Жаназасын шығарғанша өлік осында болмақ.